Шектеусіз үздіксіз бөлшектерді қолданып, анықталмаған бірінші дәрежелі теңдеулерді шешу. Ең алдымен біз мысал ретінде 24х азайтылған 115y тең минус 31 теңдеуін алдық. Оны ең алдымен коэффициенттерін А және Б, С деп белгілеп алдық. Содан кейін А және Б коэффициентімен жұмыс жасап, оны минус 24 бөлінген 115 деп, оның үздіксіз бөлшекке жіктелуін таптық. Сонда 0, 4, 1, 3, 1 және 4 сандар шықты. Оны енді қолайлы бөлшектер кестесіне салып, қолайлы бөлшектерді тауып аламыз. Ол үшін пк және qk-ны тауып алуымыз керек. Ол үшін біз pk-ны табу үшін ак көбейтілген pk азайтылған 1 қосылған pk азайтылған 2 формуласына саламыз. Ал qk-ны табу үшін ак көбейтілген qk азайтылған 1 қосылған pk азайтылған 2 формуласына тауып, pk және qk мәндерін есептеп аламыз. Сонда біздің қолайлы бөлшектер кестеміз шығады. Және біз содан кейін x0 және y0 мәндерін тауып алуымыз керек. Ол үшін біз осы формулаға салып, x0 және y0 мәндерін табамыз. x0 және y0 мәндерін тапқаннан кейін бізде x, y мәндерін табу оңай болады. Ол үшін x0 қосылған, x мәнін табу үшін x0 қосылған b көбейтілген t формуласына салсақ болады. Ал y-ті табу үшін y0 қосылған азайтылған at формуласына салсақ болады. Сонда біздің x және y мәндеріміз шығады. X және y мәндерін тапқаннан кейін t-ны t штрих қосылған 7 деп өрнектеп алсақ болады. Оны x-тегі t және y-тегі t мәндерінің орнына қойып, жеке-жеке көбейткеннен кейін біздің теңдеуіміздің жуық мәні шығады.